Өлген жерім осы деп ойлаған жерден қалай аман қалдыңыз? Бала кезімде бұрынғы коттедж үйіміздің артында үлкен бассейн болатын. Бір күні отбасым сыртқы аулада дөңгелек үстелде тамақтанып отырған уақытта мен сол бассейнге шомылып жүрдім. Менің жасым 11-де болатын және мектепте жүзуден үйірмеге қатысатын едім. Сондықтан отбасым суға батып кетеді деп қорықпайтын. Сол кезде шомылып жүріп, астында кішкентай тесігі бар балалар қайығына отырдым. Ол суға аударылып, менің аяғым сол тесікке қысырылып қалды. Мен судың астында аяғымды шығара алмай әлек болдым. Айғайлайын десем, судың астынан оларға ештеңе естілмейді. Басыма түрлі ойлар келді. Қазір ата-анам мені өліп қалған күйімде көріп, олар қайғыға ұшырайды және әңгіме барысында тамақтанып отырып, менің бассейнде екеніме мән бермей, ұмытып кеткендері үшін өздерін өмір бақи кінәлап өтетін ойладым. Тағы да бар күшіммен екінші аяғыммен сол үстімдегі қайықты ұра бастадым. Солай қуанышқа орай аяғым шығып аман қалдым. Менде осыған ұқсас жағдай болды. Ата-анаммен көлдің үстінде қайықпен кетіп бара жатқанда бала сияқты қызық көріп, құтқару кеудешемді шешіп тастадым. Содан кейін қайықтың шетіндегі бір жерге отырмақшы болып, дұрыс отырмай суға құлап түстім. Мен жүзуді білмейтінмін. Судың астына көтеріліп шығуға қанша тырыссам да, тынысым тарылып, демала алмадым. Мен ол кезде кішкентай едім және судан шығамын деп қимылдап, қатты шаршап қалдым. Суға бата бастадым. Менің көзім қарауытып бара жатқан уақытта анамның менің құтқару үшін жүзіп келе жатқанын байқадым. Анамның арқасында бір өлімнен аман қалдым. Әрдайым менің жүрегім қысылып, қатты соға бастаған сайын өліп қалам ба деп ойлаймын. Мен шамамен 9 жасымда, ал бауырым 5 жас кезінде анам мен әкем екеумізді үйге қалдырып бір кісінің үйіне қонаққа кетті. Олар әрдайым кеткен кезде есікті сыртымыздан кілтеп кететін. Өйткені кішкентай болғандықтан далаға шығып кетеді немесе үйге бөтен адам кіргізеді деп қорқатын. Бауырым екеуміз үйде жалғыз қалдық. Ол кезде ұялы телефон, планшет ештеңе болмайтын. Біз екеуміз жастықтардан үй салып, ойнап және тағы да басқа ойындар ойнап көңіл көтеретінбіз. Бір кезде ойнап жүріп, кенеттен үйдің ішінен түтіннің иісі шығып жатқанын байқадық. Не істерімізді білмедік. Анама хабарласайын десем, телефон жоқ, байланыса алмадық. Бүкіл үйдің ішін түтін жаулап алды. Біз қорыққаннан бір төсекте, бір көрпеге тығылып жатып қалдық. Мен түтіннің иісінен ұйықтай алмадым. Көрпені ашып қарасам, түтін одан сайын көбеюде. Ары қарай ештеңе есімде жоқ. Сірә талып қалған болармын. Көзімді ашсам, үйдің жанындағы моншада отырмын. Анам бауырым екеумізді киіндіріп жатыр. Содан кейін көтеріп алып, басқа үйге апарды. Қыстың кезі болатын. Қарасам жерде қардың үстінде жанып түтіндеп кеткен үйдегі кішкентай кресло жатыр. Ойнап жүрген уақытта сол креслоны пешке қарай итеріп, оны байқамай қалыппыз. Түтін сол кресло жанғаннан пайда болған. Бізді құтқарған менің анам. Анам қонақтармен отырғанда іші бір нәрсе сезгендей болды. Әкеме қайтайық үйге қайтайық дей беріпті. Әкем келгеніміз жаңа ғана ғой, отыра тұрайық депті. Бірақ анамның мазасы болмай, балаларға бір нәрсе болған сияқты кеттік қайтайықшы дей берді. Әкем екеуі де үйге қарай жүгіріп келді. Келсе үйдің іші көк түтін, ештеңе көрінбейді. Анам мен әкем бізді барлық бөлмелерден іздеп, ақыр соңында тауып, көтеріп моншаға апарды. Ананың жүрегі барлығын сезеді деген рас екен. Менің анам маған аяғы ауыр кезінде құрбысымен бірге көлікпен кафеге бара жатты. Көлікті құрбысы айдап келе жатқан еді. Олар бір қиылысқа келгенде құрбысы көлікті басқара алмай жүк көлігімен соғылды. Құрбысы сол жерде қайтыс болды. Ал анам қуанышқа орай аман қалыпты. Дереу ауруханаға жіберіліп, анама операция жасады. Басынан жарақат алғандықтан оған бас терісіне 200 тігіс тігілді. Егер де сол кезде анам тірі болмағанда, мен өмірге мүлде келмейтін едім. Бүгін бір күні жұмыстағылармен шағын отырыста көп ішіп алып, қатты масайып қалдым. Отырыстан соң үйге жалғыз өз велосипедіммен қайттым. Жолда мас болғандықтан 5 рет велосипедтен құлап, аяғымды жаралап алып, жолдың шетіндегі дымқыл шөптердің арасында құлап қалып, жерден тұра алмай жаттым. Дала ол кезде жаңбырдан кейін салқын болып, тек 13 градусты көрсетіп тұрды. Мен сол жерде өліп қаламын деп ойладым. Бірнеше рет төтенше жағдай қызметкерлеріне хабарластым, бірақ олар келмеді. Ақыр соңында мені жолда кетіп бара жатқан таксист тауып алды. Ол көлігін тоқтатып, менің жағдайымды сұрап, үйіме дейін апарып тастады. Мен сол кезде дымқыл шөптердің үстінде 8 сағат бойы тоңып жатқандықтан, үйде 3 күн бойы төсектен тұра алмадым. Түсінбедім. Неліктен? Төтенше жағдай қызметкерлер саған көмектеспеді. Бұлар ақымақтық қой. Мүмкін мен жігіт болғандықтан шығар. Олар мені қатты мас деп ойлады. Сондықтан айтқан сөздеріме мүлде сенбей қойды. Мен көлік апатынан аман қалғанмын. Көлігім басқа көлікке қатты соғысып, 2 рет аударылып, көліктің жанды жері қалмады. Менде қауіпсіздік жастықтары жоқ болатын. Мені бір өлімнен құтқарған ол қауіпсіздік белбеуі болды. Солай бір ғажайыппен үлкен апаттан аман қалдым. Жұмыс барысымен басқа елге ұшып бара жатқанымда, кенеттен ұшақта бір ақаулар пайда болды. Барлығымыз дірілдеп, қорқып отырдық.
Стюардессалар қайта жолаушыларға келіп, уайымдамаңыздар, біз сіздердің қауіпсіз жерге қонуларыңызға барлық мүмкіндік жасаймыз деп айтып жатыр. Содан кейін терезеден жерге қарасам, бізді өрт сөндіру көлігі және жедел жәрдем қызметі күтіп тұр екен. Барлығының есі шығып, тірі қалуды тілеп отырды. Қуанышқа орай, ұшақ ешқандай проблемасыз жерге қонды. Бір ай бұрын мен өз қалама ұшып бара жатып, ұшақта көзім ілініп ұйықтап қалдым. Мен бір дауыстардан оянып кеттім. Бірінші естігенім ол стюардессаның төтенше жағдай деп айғайлаған сөздері болды. Ең бірінші ойыма келгені ол ұшақтың жерге құлап бара жатқаны және өлген жерім осы ма деп ойладым. Анығырақ қарасам, бір әйел жерде талып жатыр екен. Ол әйелде бәрі жақсы, есін жиды. Бірақ менің есімнен сол кездегі өлім туралы ойлар ешқашан кетпейді. 16 жасымда бассейнда жүзіп жүрген уақытта аяғымда судороги пайда болып, аяғым тартылып қалды. Бір қызығы, мен қатты қорыққан да жоқпын, бірақ ойыма қарғыс атқыр мен өлдім деген жаман ойлар келе берді. Қозғала алмай судың түбіне бата бастадым. Бассейндегі күзетші ағаның сол бассейннің жанында болғаны жақсы болды. Ол келіп мені судан шығарып, алғашқы көмек көрсетіп, мені бір өлімнен құтқарды. Шамамен 5 жыл бұрын отбасымызбен бірге әкемнің көлігімен ауылға қарай жол тарттық. Қыстың суық күні болатын. Жердің бәрі тайғақ. Әкем жолда кетіп бара жатып, трассадағы тайғақ жерге көліктің дөңгелегі тайғанап, тайғақтан қашам деп, әкем рөлді қатты бұрып жіберіп, аударылып кете жаздадық. Көлікті ұстап қалған жолдың шетіндегі қалың қар болатын. Егер сол кезде қалың жиналған қар болмаса, біз қазір аман-есен отырмайтын едік. Мен кіші кезімде көп ауыратын едім. Денсаулығымен проблемалар болатын. Ауруханада көп жататынмын. Кейде мені ауылдың ауруханасы емдей алмай, қаланың ауруханасына ауыстыратын еді. 1-2 айлап емделетінмін. Бір күні үйде қатты ауырып жатқан кезім. Бір сәтте қатты әлсіздік сезіндім. Қатты тона бастадым. Анам мен әкем үйде болатын. Мені қатты алаңдады. Температурамды өлшесек 41 градус көрсетіп тұр. Негізі адамның температурасы 41-42 болса, адамда судороги пайда болып, дірілдей бастайды. Егер тез арада жедел жәрдем шақырмаса, адам өліп қалуы мүмкін. Анам жедел жәрдем шақырып, тез келуін сұрады. Бақытқа орай, жедел жәрдем уақытылы келіп, ауруханада 2 ай бойы жатып, емделіп шықтым. Анам бір кезде браузерінің историясын тексерген болатын. Жүрегімнің соғысы жиілеп, болды өлген жерім осы деп ойладым. Содан кейін оны кеше ғана тазартқан есіме түсіп, көңілім орнына келді. Ешкімнің басына бермесін.